100 орындық зәулім мектеп өз есігін еңбек ауылында ашты. Балалардың қуанышын бірге бөлісу үшін бүгін ата-аналар ғана емес, сонымен қатар ата-әжелер де келді. Ендеше құттықтау сөз ата буын өкілі Жүнісов Жақсылық Қажыға беріледі. Құрметті қалай ұстаздар қауымы, және ата-аналар, міне шақырбектің қонақжайлығымыздың ел басшылары, бүгін бәрімізге де қуанышты күн, бүгін бәрімізге де көңіліміз көтеріңкі күн. Мынау ораза айының қарсаңында келіп тұрған мынау бүгінгі мектебіміз көптен күткен. Қалай есігін ашып, қалай кабинетке кіріп, осы мектебіміз қашан болады деп үмітпен жүргенде уақытта үкімет қаржы жоқ. Рахмет, мінекей біздің азаматтарымыздың арқасында. Міне қаржыда табылды, көбіне рахметін айтамын Асхат Аймағамбетовке. Өйткені ол сіз менің қабылдауымда мен сезілді. Ата, мен сіз неше бала оқиды? 72 бала. Соның бәрін сол үшін келдіңіздер, соның болсын. Қалқам, 3 күндігін ойламаған әйелден емес, 3 күндігін ойламаған еркектен емес дейді қазақ атамыз. Сондықтан міне болашақ көре, болашақ жастарымыз мінекей. Міне қандай тамаша сәулетті мектепте тұрмыз. Міне артымызда тұрған азаматтардың арқасында. Сондықтан мен әкем ұзын өмеш, кешегі Амангелді имамовтың 10 қолы болған жүзбасы. Мен соның бір бағымын. Міне қанымда бар ұлттың намысы, қанымда бар ата-ананың берген тәрбиесінің арқасында осы сіздердің алдарыңызда тұр. Мына артында тұрған азаматтардың қоштауымен. Рахмет азаматтар. Мінекей мектебіміз бар. Ең үстімен 5 уақытында. Мынандай мектепте 3 ауыл деген ол енді қиын мәселе. 5 уақытта талқылыңдар. Елдің болашағы сендердің қолыңда. Сендер аман болсаңдар, сендер біздің істеп кеткен